Қарағандыда өткен кезекті семинар діни сауаттылықты арттыруға бағытталды. Оның тыңдаушылары бұл балалар мен жастар үшін тиімді екеніне тоқталды. Сарапшылардың айтуына қарағанда, осы топтың мүшелеріне ол ауадай қажет көрінеді. Жастар жағын әлеуметтік желілер арбауына түсіп, радикалды топтарға кірмес үшін жасалған игілікті шара дейді оны ұйымдастырушылар. Қазіргі ақпараттық майдан заманында біздің елімізге неше түрлі әртүрлі діни ағымдардан, әртүрлі бірлестіктерден діни қауіп төніп тұрған заман, сондықтан да жастар арасында осындай ақпараттық түсіндірме жұмыстарын жүргізу, жастарға ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін айтып өту, бұл өте маңызды шаруа деп білемін. Ол кездесулердің аясында жаңағы мемлекеттік бағдарламалар түсіндіруден бөлек, осы дәстүрлі дінімізді насихаттау жұмыстары да, және де экстремизм мен терроризмнің алдын алу бағытындағы жұмыстар жүргізіледі. Ұстаздар дін туралы дұрыс уағыздап айтулары қажет. Теологтар айтуынша, діни сауаттылықты арттыру және оның басты бағыттарын түсіндіру, жастардың тәлім тәрбиесіне баса назар аудару, радикалды діни ұсыныстарды дұрыс жеткізуде басты рөл атқарады. Бір өкініштісі, Қазақстан бойынша 600 жас дәстүрлі емес дінге тіркелген. Ғаламтор желісі арқылы біздің балаларымызды өзіміз емес, сол интернеттің тәрбиелеп жатқан дүниесі бар. Себебі барлығымыз таңның атысы, күннің батысы, жұмыста жүреміз, қызметте жүреміз. Балаларымызды сол асырауымыз керек, оқытуымыз керек, жағдайын жасауымыз керек. Ал сол кезде біздің балаларымызды тәрбиелеп жатқан не? Бұл олардың қолдарындағы смартфон, не болмаса интернет. Мектеп оқулықтарына дінтану сабағы кіргізіле бастады. Бұл ғылым Қазақстан мектептерінде 2009 жылдан бастап қолданыста. Өткен жылы оның қолдану аясын ұлғайтты. Оған діни ашықтық қосымшасы енгізілді. Онда кәсіби діни сауаттылықты арттыра отырып, экстремизм мен терроризмге қарсы күресті барынша күшейту жағы баса айтылған. Сейітқали Әшім, Ғабиден Құрышбеков, Аман Хамид, Қазақстан Қарағанды телеарнасы.